Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен хрустящие баклажаны соусын свечили дайындаймыз. Ол үшін баклажандарымызды жуып тазалап, видеода көрсетілгендей осындай үшбұрышты бөліктерге бөлеміз. Яғни баклажанымыздың ортасынан бір бөліп, оны 4 бөлікке бөлеміз да. Осы бөлінген бөліктерді үшбұрыштап, видеода көрсетілгендей турап аламыз. Құрметті менің оқырмандарым, алда шығатын рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сонымен қатар қолдау көрсетіп, комментарий жазып, және де лайк басып отырыңыздар. Сіздерге барынша түсінікті болсын деп осылай ұзағынан көрсетіп жатырмын. Барлық баклажандарымызды турап алғаннан кейін біз осыны салқын суға салып қоятын боламыз. Ол үшін ыдысымызға тұзымызды салып, баклажандарымызды саламыз да үстінен салқын суымызды құямыз. Және де тұзы барынша кішкене аштырақ болғаны дұрыс. Осы салқын суда бізде 2 сағат тұру керек баклажандарымыз, және де суға толық батып тұру қажет. Осылай мен үстін бастырып қойдым. Осылай 2 сағат тұрады. Енді осы баклажандарымыз дайын болғанша біз басқа ингредиенттерін дайындап алатын боламыз. Ол үшін бізге осындай черри помидорлары қажет. Черри помидорларын жуып тазалап 2 бөлікке бөлесіздер. Егер де үлкенірек бөліктер болса 3-4 бөлікке бөлуге болады. Сонымен қатар мен сарымсақ және де осындай кинзаны жуып алдым. Сарымсақтарымызды да осындай ұзынша майда бөліктерге бөліп турап шығамыз. Мен сіздерге бір порциясын көрсетіп жатырмын. Бір порцияның рецебін видео астына описанияға қалдырып кететін боламын. Егер де көбірек жасайтын болсаңыздар, соны сонша есеге көбейту арқылы жасайсыздар. Кинзамызды да осылай майда бөліктерге бөліп турап алдым. Ендігі кезекте біздегі 2 сағат бойы суда тұрған баклажандарымызды сүзіп аламыз. Қатты қолымызбен мұжбаймыз, осылай жай ғана сүзіп алатын боламыз. Енді үстінен жүгері крахмалын саламыз, және де бесконтактна дейді ғой, осылай қолымызды салмай, осы ыдысымызды жылжыта отыра араластырып алатын боламыз. Егер де сіздер көп мөлшерде жасасаңыздар, бәрін бірден араластырмаңыздар, осылай шеттерінен араластырғандарыңыз дұрыс болады. Аз-аз мөлшерде алып, осылай жүгері крахмалмен араластырып аласыздар. Енді осыны қызып тұрған майда пісіріп алатын боламыз. Осы араластыра отыра пісіріп аламыз, және де бір-біріне жабысып қалған бөліктер болса, кішкене бүйтіп айырып жібересіздер. Осындай сарғыш түске ене бастаған кезде сүзіп аласыздар. Осылайша барлық баклажандарды қуырып шығасыздар, және сүзген кезде қағаз майлықтың үстіне сүзіп алғандарыңыз дұрыс, артық майлары кету үшін. Енді осыны шұңғыл ыдысымызға салып, үстіне жаңа дайындап қойған ингредиенттерімізді саламыз да, осындай арайдың свечилин салатын боламын, соусын. Осылай қолымызбен араластырып аламыз. Болды, басқа ештеңе де қоспайсыздар, және де тарелкаларыңызға әдемі етіп орналастырасыздар. Мен осындай 4 бұрышты форманы қолдандым. Әдемі түсу үшін, егер де болмаса, оны қолданудың да қажеті жоқ. Ол маңызды емес. Әдемі етіп тарелкамызға салып алғаннан кейін сәндік үшін үстінен рукола шөбін жуып салуға болады. Салмай қойсаңыздар да болады, немесе астына салып жіберсеңіздер де болады. Өздеріңіз фантазияларыңызға байланысты, және үстінен осындай күнжіт сеуіп жібердім кішкене. Және де үстінен терияки соусын осылай видеода көрсетілгендей етіп сеуіп шығамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын, сіздермен болған Ақбота.